Армысыздар менің тыңдармандарым. Бүгін біз ерекше оқиған бастамас бұрын сіздерден бір өтінішім бар. Пікірде қай қаладан көріп отырғандарыңызды жазып қалдырыңыздаршы. Қай өңірден тыңдап отырғандарыңызды біліп, қуанып отырамыз. Ал әңгімемізді бастайық. Қашып келеді. Сілекейі шұбыра, азу тістерін ақсита соңына түскен қорқау қасқырға жем болмауын ойлап қашып келеді. Қорқаудың ырылдаған даусы жақындаған сайын бар күшін жиып алға ұмтылады. Қасқырда қалар емес. Дәл алдынан шыға келген жас етті паршасын шығарып бір тояттамақ ойы бар. Ойыннан басқа ойы жоқ періште жүрегі аузына тығылып зытып келеді. Қазір мына шарбақтан аса секірсе, қорғаушы табыларына сенімді. Тек мына деген шарбағы жеткізер емес. Жеттім-ау дегенде алыстай түсетіндей. Үмітпен алға созған қолы ауа қармап қала берді. Сүріне, қабына әрі қарай жүгірді. Қолы арман болған шарбаққа ілікті-ау, әйтеуір. Ентелеп кеп қалған қорғауды атылды. Аяғын әрең көтеріп, әрі қарай қарғымақ еді. Қорғау қайратты тырнақтарын арқасына батыра, оны жерге алып ұрды. Бар күшін жүгіруге салып, дымын шығаруға қорқып келе жатқан қыз шыңғырып жіберді. Қарлығаш өз даусынан өзі шошып оянды. Көзін ашса, шылқып терлеп жатыр екен. Қызын дауысын естіп, көрші келіншектермен шай ішіп отырған Қадиша ас бөлмеден жүгіріп келді. Қарлығаш шешесін құшақтап алып, біразға дейін солқылдап жылаумен болды. Қызын әрең тыныштандырған Қадиша қонақтарына қайта оралғанда келіншектер сұрақтың астына алды. Шошып оянды ма? Мұндайы бұрыннан бар ма еді? 5-тен асқан қыздың бұнысы не тым ерлік, не еркелік, не дәрігермен емшіге қарату керек? Жоқ, ондай жоқ. Жаңа үйге үйрене алмай жатқан болар. Мама, мен бұрынғы үйде де Қарлығаш бірдеңенің шетін шығарып келе жатыр еді. Қадиша, бар далада Гүлжан ойнап жүр, сен де ойнап қаят. Онсыз тәтелеріңді шошыттың. Шешесінің айтқан екі етпей Қарлығаш дастарханда шашылып жатқан бауырсақтың біреуін іле сыртқа атқыды. Келіншектер кеселерін қайта қолдарына алып, әңгімелерін жалғастырды. Қадиша ғана жаңа жерге қоныс аударса да, қызының қорқынышы сейілмегеніне алаңдап қалды. Қарлығаш пен Қадиша Тасболаттың кенжелері. Алдыңғы екі баласы ұл болған соң, 3-ші рет аяғы ауыр болғанда, Қадиша аладан қыз болуын тілеген еді. Ол заманда медицина құрсақтағы баланың жынысын анықтап беретін дәрежеге жетпеген. Сондықтан да Қадиша айы күні жеткенде үмітін үзбей тілеумен болды. Тілегі қабыл болып, сүп-сүйкімді қызды құшағына қысқанда, одан бақытты жан жоқ еді. Отағасы Тасболат та ерекше қуанып, қызына Қарлығаш деген есімді өзі берген. Үлкендері ендігі есейіп қалғандықтан, Қарлығаштың әр қылығы бұларды бақытқа бөледі. Ата-анасының қуанышына қуаныш жамап, Қарлығаш ерте қаз басып, ерте сөйледі. Күндіз анасы жалғыз қызықтаса, кешкілік түгіл жиналатын үй ішінің бар ермегі кішкентай ғана тақылдаған осы қыз. Тілі шыға сала тақылдап, тақпақ айтып, анасының бар әдемі киімін орап, сән үлгісін көрсетіп, ағасының қаламын микрофон етіп ән салады. Бұл отбасындағы ең бақытты сәттер еді. Шіркін. Айрандай үйіп отырған берекелі шаңыраққа айдын күннің аманда қасірет келеді деп кім ойлаған еді? Күтпеген жерден отының тыныштығы бұзылып, ата қонысын тастап, аталас ағасын паналап, ешқашан көрмеген торғай жерінен бірақ шығатындарын күні кеше біреу айтса сенбес еді. Жаңа жерге, бейтаныс елге кенеттен жоғалтқан тыныш өмірлерін, бақытты кездерін іздеп келген бұлар. Өмірлері бұрынғы арнасына толықсай түспеген білсе де, жақсылыққа талпынған. Талпыныстары текке кетпеді. Жаңа жерде өздері жаңа жұмысқа шықты, балаларына жаңа дос тапты. Өмір өз кезеңмен өтіп жатты. Бұлардың мұнда қоныс аударуларына бірінші болып балалар қонды. Үлкен үйде өздеріне жеке бөлме тиген ұлдарын дән риза. Көрші қыздармен тіл табысып Қарлығашта мәз. Арқалықтың өзі тұрмақ.
маңайындағы ауылдарына дейін дүркіретіп тұрған тұста бұл ауылда да баланың көптігі заңдылық. Дегенмен олардың дені ұлдар болған соң көрші Назгүл де Қарлығаштай дос тапқанына қуанышты. Достастыққандары сондай. Келер жылы Назгүлдің әкесі жұмыс бабымен басқа ауылға көшкенде құрбылар жылап қоштасты. Қимас достықтың сырын түсініп жүрген екеуі ол кезде небары 6 жаста еді. Қызым, далаға шығып ойнасаңшы. Күнмен ойнаймын, әке. Мына ауылда досым да жоқ. Қарлығаштың үйінің жанынан неге көштік? Назгүлжан, әкеңнің жұмысы осында ауысты деп оқушылардың дәптерін тексеріп отырған анасы сөзге араласты. Сол үшін көштік. Далаға шықпасаң, досты қалай табасың? Шық, балалармен ойна, таныс, сөйтіп өзіңе жақын дос. Жоқ, керек емес. Маған Қарлығаш керек. Үйіне қонаққа барайықшы. Қызым, каникулға шығайық, барамыз. Ал қазір сыртқа шыға ғой. Қарашы, әне, ағаларың қалай ойнап жүр. Олар ұлдар ғой. Назгүл бұртиған күйі сөйлеп сыртқа шықты. Каникул дәрертең болардай анасы Қарлығаштікіне барамыз дегенде іштей қуанып келеді. Қуанбай қайтсын. Екі ағасы мен ата-анасының ортасында еркелікпен айтқанын орындата білген қыз бұл жолға айтқанында орындалатынына сенді. Ойынның қызығына еніп кеш бата үйге кірген Назгүл қайта қиғылық салды. Қарлығашқа барамын. Демалысқа шыққанда барасың, жаным. Жоқ, қазір барғым келеді. Олар неге осында көшіп келмейді? Мына үй бос, сонда көшіп келсін. Кішкентай қыз елдері көшіп кетіп жақында босаған оң жақтағы үйді нұсқады. Назгүл мазаны алмай жат енді. Еркелететін анасының тәртіпке салуға дайын екен даусыны сезген Назгүл үнсіз жата қалды. Ертеңіне ағасына тексертіп отырып, Қарлығашқа біздің көршілер көшіп кетті. Сол үйге сендер көшіп келіңдер деп хат жазды. Кішкентай қызға хат келді дегенде Қадиша таң қалды. Ашып оқығанда еріксіз күліп алды. Қарлығашқа айтып еді, ол да құрбысын сағынып жүр екен. Назгүлге барамын деп есін шығарды. Кішкентай ғана балалардың бір-біріне деген сағынышы, қимастығы ата-анасын тәнті етті. Сәби көңіл сағынса да, қуанса да, қимаса да шынайы. Қадиша қызынан сондай пәк сезімді байқады. Қызының бойын қорқыныш билеген сол жағдайын бері бірдеңе шын құмартқан осы еді. Онысына көңілі толған Қадиша бала көңілін қалай аулаймын деген ойға қалды. Бір аптадан соң Тасболат жұмысқа келе. Қадиша, келесі айда көшеміз. Бұл жердегі құрылыс аяқталды. Енді басқа ауылда дәл осындай клуб салынады. Оны да біздің бригада салады деп жаңалығымен бөлісті. Қай ауылға көшеміз? Орнығып қалып едік. Қақанайдың Назгүліне барамыз, деді әкесі Қарлығашқа қарап. Назгүл, тұра ғой қызым. Мен жұмысқа барып келемін. Тамағынды үстелге қойып кеттім. Қазір әкең де келеді. Иә, мама. Назгүл тұрғысы келмей теріс бұрылып жата кетті. Сол жатқаннан сырттан сөйлей кіріп келе жатқан әкесінің даусын оянды. Назгүлтай, қайдасың? Көрші үйге біреулер көшіп кеп жатыр. Келе берсін. Қыздары бар сияқты. Әкесі төрге өтіп терезені ашты. Көше жақтан дабырлаған жұрттың даусы шығады. Абайлап түсір, мұнда ыдыстар бар. Сынып қалмасын. Ұстадың ба? Дабырлаған дауыстардың арасында кішкентай қыздың даусы естілді. Қарлығаш! Назгүл төсегінен ұшып тұрды. Папа, Қарлығаштар көшіп келді ме? Назгүл жанталасып тысқа беттеп еді. Әкесі, қызым, киініп ал, қайда барасың деп тоқтатты. Назгүл жанды ұшыра киімін қалай болса солай киіп, ашық тұрған терезеден сыртқа атқыды. Шынымен де Қарлығаштың әкесі жүк түсіріп жатыр. Қарлығаш! Назгүл! 6 жастағы қыздардың бір-біріне деген сағыныштан тұтас ауылды бастарына көтере құшақтасуына маңайдағылардан таңданбаған адам болмады. Осылай қайта қауышқан құрбылардың жұптары 30 жылдан астам уақыт өтсе де ажырамады. Егіз қозыға телінген екеуі қол ұстасып, сол ауылдағы мектепке барды. Шағын елді мекенде сол жылы мектеп табалдырығын аттаған балалардың 4-еуі ғана қыз еді. Кішкентайынан бауырмал Назгүл мен Қарлығаш, Айнаш пен Жанарды да үш тартып, 4 қыз айырылмас достарға айналды. Ай артынан ай,
Жыл артынан жыл өтті. 4 құрбы мектеппен қоштасар күнде жақындады. Мектептегі соңғы емтихандарға бірге дайындалған қыздардың армандары алысқа жетелейтін. Арман қуған 4 түлек ел астанасы сонау Алматыға оқуға түсуді ойлайтын. Назгүл мен Қарлығаштың әкелері араларын ұзартпай өмірден өтпегенде бой жеткендердің бұл ойлары жүзеге асар ма еді, кім білсін. Олардың алдында Назгүлдің ағасы кісі қолынан ажал құшқан еді. Осы жағдайлардың барлығы құрбылардың Алматыға деген, оқимыз деген армандарға кедергі болды. Тағдырдың жазуы екенін қыздар қазір жақсы түсінгенмен, сол кезде біраз қапаланған. Сөйтіп түлектер үшін қуанышқа толы күні қос құрбының жанарлары жасқа малынып тұрды. Марқұм болған жақындарына деген сағыныш, армандарының сағымға айналғанына өкініш те бар еді бұл жаста. Күллі әлемді мойындатқан Қызыл империяны күйретіп, 70 жыл үмітпен күткен коммунизмді қол жетпес сағым күйінде құмға сіңген судай жоғалтқан 1991 жылдың күзі де жетті. Біреулер тәуелсіздік алғанымызға қуанып, бөркін аспанға атса, енді біреулер кеңес көсемдерін жоқтып, көзіне жас алып жатты. Үшіншілері жеке ел ретінде аяқтан тұрып кетуімізге күмән тудырып жатты. Торғай даласы үшін бұл жылдар өз тауқыметіне келген еді. Бір кездері дүркіретіп тұрған Арқалық қаласындағы өндіріс орны бір-ақ күнде жабылып, елде үдере көш басталды. Халқының көбі жақын жердегі Қостанай, Ақмола облыстарына қоныс аударса, өзге ұлт өкілдері атамекендеріне қарай жылысты. Халқының көбі көшіп, азы қалған соң, қаланы ықшамдау үдерісі жүргізілді. Қаладағы бірнеше ықшам аудан қаңырап бос қалды. Ендігі Арқалықтың кейпі соғыстан кейінгі мекенді елестететіндей еді. Сөйтіп, бір кездері жаңа облыстың ашылуын мемлекет көлемінде атап өткен обком хатшысының шақыртуымен Шәмші бастаған бір топ өнер майталмандары келіп, шетсіз, шексіз даласына өлең жырларына арнаған Торғай өлкесі осылай 90-шы жылдардың тоқырауынан тұралап қалды. Ел басына түскен ауру жылдары күнкөрістің қаншалықты қиындап кеткенін Қарлығаш пен Назгүл жақсы түсінді. Арқа сүйер азаматы бар отбасыларының өзі қиналып қалғанда, азаматынан айырылған аналардың жағдайы қыздарға белгілі еді. Сондықтан да құрбылар оқуға бармай, 1-2 жыл үйге көмектескісілер келді. Алайда үкілеп отырған қыздарының бұл шешіммен аналар келіспеді. Ақыры қыздар Арқалық педагогикалық институтына оқуға түсті. Жанар мен Айнаш физика-математика мамандығына таңдаса, Қарлығаш пен Назгүлдің таңдауы гуманитарлық бағыт. Туысқан аға әкелерінің үйлеріне орналасқан қыздар қалалық емханаға санитаркалар жұмысқа тұрды. 3 күнде бір жұмысқа барады. Қалған уақытта бар ойлары сабақта. Демалыста топтастары бешірлетсе, құрбылар ауылға тартатын. Ол жақта сыныптастарымен кездесіп, аналарына көмектесіп, өскен ортада бір сергіп қайтатын. Қыздар сауық сайраннан қашып, жігіттердің көзіне түсуді қаламағанмен, бұларға сырттай көз салып ұнатып жүргендер көп еді. Бірақ ешбірі қыз көңілін өзіне қарата алмағанды. Және олардың көбі қыздарға қырындап, сөз айтуға Назгүлдің ағасы Санаттан қаймығатын. Санат осы оқу орнының дене шынықтыру факультетінде 4-ші курс студент. Спортшыға тән тұлғасымен ақ өзінен кіші жігіттердің мысын басады. Назгүлмен бірге тұрмаса да ағасы екенін білген жан тартыншақтардай жігіт. Әдет бойынша демалыстарын ауылда өткізген құрбылар қалаға әлгінде келді. Аялдамаға жақын болған соң, Назгүл Қарлығашты әпкесінің үйіне шақырды. Күздің өңменінен өтерде қара суығынан тоңған қыздар ыстық шай ішіп, жылынып алмақ. Үйіне содан соң да барсаң да болады деп, Назгүл Қарлығашты көндіріп келеді. Әпкесінің үйінде бұл уақытта ешкім болмайды деген соң Қарлығаш келісті. Үйге келіп, шай ішіп отыр еді, Санат келді. Қасында досы Ертай бар. Екеуі Назгүлдің шайын ішіп, ауылдан келген Сарқытты алып, жатақханаларына кетті. Ертеңіне Ертай Назгүлді сабақтан күтіп алды. Әуелден ағалы қарындастай болып кеткен екеуі бір-біріне ойын ашық айтады. Назгүл, Қарлығашпен таныстырсаң
деді Ертай қарындасына сникерс алып беріп тұрып. Кеше ғана таныстырдым ғой. Жоқ, былай жақынырақ. Жақынырақ па? Назгүл ағасын одан сайын қызарта түсті. Санатпен сендерікіне барып жүргенде көретінмін. Ол кезде шаштарын жалбыраған ойын баласы едіңдер. Қарлығаш бой жеткен соң құлпырып кетіпті. Боқмұрын демегеніне шүкір. Ендеше ол таныстықтың құнын бір сникерс жаба алмайды. Назгүл әзілге көшті. Әперемін. Осы қаладағы барлық сникерс сенікі болады. Жарайды. Қарлығаштың келісімін алайын. Сосын кездесетін күндеріңді айтамын. Әзірге осы да жетеді. Назгүл сникерстен бір тістеп Қарлығашынды қалыстын. Назгүлдің Қарлығашыңа деген Ертайдың құлағына майдай жақты. Сол сізге қанаттанып жатақханаға қалай жеткенін аңғармай қалды. Кешкілік 4 құрбы көшеге серуенге шықты. Бұл кезде қыздар 3-ші курста оқып жүрген еді. Сәл жүріп ананы, мынаны әңгіме қылған соң Назгүл: Қарлығаш, сені Ертай ұнатып қалыпты, деп төтесінен құйып қалды. Кім дейсің, Ертай? О, жігіттің төресі ғой, деп Айнаш жігітті мақтай жөнелді. Иә, Қарлығаш, Ертайдай жігіттің көңіл түскен бақыттысың ғой. Ту жанар айтасың ау. Ертай жігіттің төресі болса, Қарлығаш қазіргінің жібегі. Қарлығаштай қызды жүрегі қаласа, онда ол Ертайдың бағы. Беуде, тамаша айттың, Айнаш. Осындай бикештің жанында жүрген бізде осал адам болмады онда. Әрине осал емеспіз. Бізді қоя тұршы, Жанар. Бүгінгі күн тәртібінде Қарлығаш. Бұйыртса тойға баратын түріміз бар. Па шіркін, дәл ертең той боларда айттыңдар ғой қыздар. Білсеңдер, бізде ертең жұмыс, деді Қарлығаш бетті өрттей болып. Жұмыс бола берсін. Жан құрбым үшін тойдан қалуға барамын. Сенің орныңа жұмысқа мен ақ шығайын. Сен тойыңа бар. Назгүлге де қалуға болмайды. Ол қыз жолдас қой. Оның да жұмысын қосып ал, Айнаш. Саған тойдан сарқыт әкелеміз, деп Жанар қулана күлді. Жарайды, алайын. Сарқытты жақсылап әкеліңдер. Ал тойға не кесіңдер? Арамыздағы бірінші той. Қазір кооператорға барып көлік аламын. Мә, Жанар, ақша жоқ деген едің. Оны да таптың ба? Табам ғой. Назгүл той десе қубас домалаушы ма еді? Оның жанында ақша деген не тәйір? Бәрі жақсы ой, қыздар. Мұнымызға қалындық не дер екен? Әшейінде ауыз жаппас бүгін үндемей құтылмақ па? Айнаштың мына сөзінен кейін құрбылар Қарлығашқа қарады. Қарлығаш дөңгелек жүзі ала бұртып, жымыңдағаны болмаса үндемеді. Қыздар мұны келісімге балады. Шіркін жастық, арманға берілген қыздар ойша сол күні-ақ палатқа құрып, жар айтып, ұлан асыр той жасап тастады. Қуаныштарына тұтас қала орталықтасып жатқандай көрінген оларға күздің соңын ала жауған алғашқы қарда тойға шашылғандай шашуда әсер етті. Орталық алаңда сыңғырлаған күлкіге бөленген құрбылардың жан дүниесі бір-біріне деген көңілдерде осы қардай әппақ еді. Сол пәк көңілдері арманға жетер жолда кедергінің де болуы мүмкін екен сездірмегенде. Ертай қызбен кездесуді күтіп Назгүлді жағалап біраз жүрді. Қарлығаштың айтуымен Назгүл ертең бұйырған күні деп жігітті әбден сынады. Қыз армандағы ақбозатты Ханзада батылырақ болса екен, Қарлығаштың жігіті тарапынан батыл қадамды күтуі де сондықтан. Оны Ертай да түсінеді. Алайда қызға жақын келсе, атқақтаған жүрегін бағындырмай алмай, әшейінде ауыз жаппас, айтарға сөз таппай, қызарақтауын бағындыра алмай келеді. Бұл аралықта Ертай қыздардың күнделікті жүретін жолын кестесін жаттап алған. Батылдығын жинаған жігіт қыздардың сабаққа шығуын күтіп, олармен бірге автобусқа отырды. Назгүл әңгімелеріне кедергі болмас үшін кітапханаға барам деп, жолай автобустан түсіп қалды. Назгүлдің сабақ басталуына сәл қалғанда аяқ асты кітапханаға түйгеніне Қарлығаш тапқан сылтауының түрінде бойлап күліп жіберді. Ертай қосыла күлді де терезеден қала көрінісін тамашалады. Сол қала кешкілік қыз бен жігіттің алғашқы кездесуінің куәгері болды. Ол уақыт Сникерс, Альбени, Луна шоколадтарының дәуірі еді.
Жігіттер қызға деген сезімдерін сникерс арқылы білдіріп, Альбени мен адалдықтарын аңғартып, Лунаны лайықты бикешке тарту етіп жататын. Қарлығаштың арқасында 4 қыз шоколадқа тоятын. Болашақта балаларының аттарын сникерс, Луна, Альбени қойыңдар дейтін еді қыздар әзілдеп. Осылайша аты шулы 3 шоколадпен басталған ғашықтардың махаббаты да шоколадтай тәтті болды. Қараса, көз тоймайтындай жарасымды жұпқа бақыт тілеушілер көп еді. Қызғанатындар да жоқ емес. Олардың үшін одан әрі қыздыра түскендері келетіндей, қос ғашық жастар көп жиналатын парктен табылатын. Бұл жүрістері студенттердің сабақтарына кедергі келтірмеді. Қарлығаш бұрынғысынша оқу озаты, әрі жұмысынан да қалмайтын. Ертай оны жұмысқа шығарып салып, күтіп алудан жалықпады. Жұптары жазылмайтын сондай демалыс күндері 4 қыз 2 жігіт болып ауылға тартып бара жататын. Әпкесінің сол ауылға тұрмысқа шығуы Ертай үшін тамаша сылтау. Әпкесіне барды деген аты өзі Санатпен бірге Назгүлдердікінен шықпайтын. Інісінің бұл ауылға келгіштеп кетуі әпкесі Еркежанға ұнамай қойды. Уағдаласқан адамы бола тұра Ертайдың қызды ауылды қоруын тоқтату керек. Кезекті демалыс өткен соң Еркежан осы оймен Назгүлдің жеңгесіне келді. Назгүлді таңертең телефон қоңырауы оятты. Тұтқаны көтеріп еді, ауылдан жеңгесі екен. Жеңге, тыныштық па? Тыныштық, қалдарың қалай? Бұл уақытта телефон соқпаушы едіңіз? Иә, үйде апам жоқта хабарласып жатқаным. Айтпағым, кеше Ертайдың әпкесі кеп кетті. Сөздің қысқасы, Ертайдың аттастырып қойған қызы бар екен. Үлкен апасының қайынсіңлісімен аттастырылған. Әке шешелері бесі құда болуға сөз байысқан. Ертай осы уақытқа дейін әкемнің сөзінен аттаған емес дейді Еркежан. Бұл жігіттің не ойлағаны бар? Өзімен сөйлес. Қарлығаштың обалына қалмасын. Қарлығаш екеуің егіз қоздай болған соң, оны да туғанымыздай көреміз ғой. Ағаларың естімей-ақ қойсын. Әдейі ешкім жоқта хабарласып тұрмын. Олардың сезімдер шынайы, Ертай біліп тұрып солай жазса, жүрек қалауы солай. Назгүл, Еркежан әкемнің сөзі үйде заң деп отыр. Ондай кезде жүрек қалауының құны көктейін болуы да бек мүмкін. Сондықтан ұзартпай басын ашып алыңдар. Жақсы, жеңге. Тұтқаны орнына қойған Назгүлден маза қашты. Бұл қалай болғаны? Қарлығаш Ертайдың үйленуге ниеті екенін айтқан еді. Ол кезде оқуымда аяқтайын деп келісім бермеген. Сөйте тұра, әкесі өзі заң. Баласын еріксіз үйлендірмейтін болар. Сондай ескіліктің адамдары ма? Тірі жанның өз қалауынсыз қалай шешім шығарады? Миға сыймайтын дүние ғой бұлар. Қарлығашқа қалай айтамын? Ертайдың аттастырылған адамы бар деп сүйінші сұраймын ба? Қалайда Ертаймен сөйлесуім керек? Жылдам жиналған Назгүл асығыс шығып кетті. Орайы келгенде Ертай жалғыз екен. Есіктен кіре амандықты сұрамастан: Ертай, менің естігенім шын ба? Аттастырып қойған қалыңдығың бар екен. Қарлығашты неге мазалап жүрсің? Ойыншық етіп тастап кетпексің бе сонда? Ертай терезеден тысқа қараған күйі үнсіз тұр. Назгүлді қорқытқанда осы үнсіздік. Жанына жақындап иығынан тартып өзіне қарай бұрды. Өңі қуарып кетіпті. Естігенің рас, мен келісім бермей жүрмін. Ол қызды алмаймын. Қарлығашымды ешкімге айырбастамаймын. Әке шешемнен аттап кете алмайсың ғой. Неге құрбымның басын қатырып жүрсің? Сені шексіз сүйіп, саған сеніп жүр ғой. Назгүл Қарлығаштың орнында өзі алданғандай аласұрып Ертайды төпелей жөнелді. Назгүл, мен Қарлығашқа үйленемін. Ертайдың айтары сол ғана. Қанша сенімді айтса да Назгүлді сендіре алмады. Құрбысының болашағына алаңдаған қыз Ертайдың үйінен мұңайып шықты. Кетерінде Ертайдың Қарлығашқа бүгін өзім айтамын дегенді естімеді. Күнін көңілсіз өткізген Назгүл үйге жиналып жатқанда Қарлығашты көрді. Қуанышы қойнына сыймаған құрбысы бүгін Ертай маңызды әңгіме айтатын жеткізді. Құрбысына сәттілік тілеген Назгүл үйіне қайтты. Ертай Қарлығашты өзі тұрып жатқан үйге шақырған еді.
Бұған дейін құрбыларымен қанша келіп жүрген қарлығаш еш жүрексінбей табалдықтан аттады. Құшағын жая қарсы алған жігіт: «Қарлығаш, сені қаншалықты сүйетімді білесің ғой», деп кеудесіне қыса түсті. Ақыры әңгімесін айтайын деді өзінің мазалап жүрген. «О, ендігі сағынып қалыпсың. Өзіңше сағынбадың ба? Ертай, жібер енді. Сені өмір бойы көтеріп өтуге барамын. Сағындың ба? Айтшы». «Сағындым. Қаншалықты? Оның да өлшемі бола ма?» «Әрине, мен сенен де қатты сағындым. Сені көрмеген кездерімді секунд санайтынымды білемісің? Жанымнан бір сәтте жібергім келмейді». Онда болашағың қиын болады екен ғой. Үйленген соң жұмысқа шықпай бір жерде отыра берерміз бәлкім». Қарлығаш сықылықтап күлді. Күлкісі қандай жарасымды еді. Ертай қызды көтерген бойы шыр айналдырып, бөлмеге бірақ апарып диванға отыра кетті. Шаршадың ба? Өмір бойы көтеріп жүрмек едің?» «Шаршамадым, көтеремін». Жігіт орнынан ұшып тұрып, Қарлығашты қайта көтермек болды. Болды, қажет жоқ». Қос ғашық балаша алысып диванға құлай кетті. Екеуінің одан арғы әрекетін басқалардан жасыруға асыққандай, күнде қызарып ұясына батып бара жатты. Түн түндігі тірілмей жатып, ғашықтардың мекенінің тыныштығы бұзылды. Бұзған Ертай құшағына қысқан, құлай сүйген Қарлығашы адал емес. Қалайша жігітті алдап келгені белгілі болды. Сүйдім дегені, мен сендікпін дегені, сағына күткені бәрі жалған. Қаны басына шапқан Ертай ашумен Қарлығашты жерден алып жерге салды. «Қарлығаш, саған адал едім» дегенді ғана қайталаумен болды. Әлгінде ғана құшақтары айдасқан ғашықтар бір-біріне енді көрместей бет жыртысты. Ақыр соңында пәтерден көз жасы парлап шыққан қыз алды-артына қарамай жүгіріп бара жатты. Маңызды әңгіме айтатын жігітіне асыққан жүрек те дәл солай асығыс кері қайтып барады. Не істеп не қойғанын білмеген Қарлығаш кешкі қаланы біраз шарлады. Әрлі-берлі жүргенде ауылына жол жүргелі тұрған танысын кездестірмегенде қанша жүрер белгісіз еді. «Кеш қоюланып барады, жалғыз не істеп жүрсің, Қарлығаш?» деген сұраққа жауабы: «Ауылға барасыз ба?» Болды. Көлікке отырып жолға шыққаннан үйіне жеткенше Қарлығаш тіл қатпады. Ауласына жақынырақ тоқтағысы келген жүргізушіге өзі баратын айтты. «Аулаға кірмесең, мал қорасын бетке алды». «Не үшін келді?» Анасы шошитын болды ғой. Үкілеген қызының ұяттан аттаған білсе, анасы ондырмас. Қайтпек керек, кімге не деп түсіндіреді? Ертай мұны көрместей боп қалды. Онсыз қалай күн кешпек? Кеше ғана тәтті көрінген махаббаттың осынша қатыгез екенін енді сезгендей. Құрбыларына не демек? Қарлығаш өзін өмірдегі ең лас адамдай сезінді. Бұл күйінде кімге керек? Сеніп сезіммен берілгені Ертай болса, жетіскен екен. «Ертай, неге теріс айналдың? Сені сүйемін ғой. Сенсіз қалай өмір сүремін? Өзіңді бір сәт көрмесем сағынамын» деген едің. Менің қаншалықты сағынатынымды білсең, бүйткен махаббаты құрысын, бүйткен өмірі құрысын. Жан жағына көз жүгірткен Қарлығаш шеткері ілулі тұрған арқанды көрді. Бар мәселесінің шешімін тапқандай орнынан көтеріліп, арқанға қарай жүре берді. Ендігі сәтте нәзік қолдарын әрең икемдеп, арқанды төбеге байлап жатты. Бір секунд тоқтаса, біреу кедергі жасардай жан таласып шелекті төңкерді. Арқанды мойнына салып, бір теңселіп барып шелекті құлатты да сылқ етті. Жан ұшыра жүгіріп келеді. Азулы қорқау соңынан қалар емес. Сүріне қабына бар күшімен зытып келеді. Көз алдындағы шарбақ жеткізер емес. Қолын қанша созса шарбақта да соншалықты алыстай береді. Осы жолы жетуі керек. Жетті де. Кішкене ғана саусақтарымен тырмысып жоғарыға өрмелеп жатыр. Әшейінде бір басып қарғайтын шарбақты биіктеп кеткен бе? Аяғы да бір ұмтылғанынан еркіне көнбей шаршатты. Әупірім деп шарбақтың басына жетті. Қарғып түсуге ыңғайлана беріп еді, тістері ақсиған қасқырда атылды. Тағы үлгертпеді. Қарға шыңғырып, әлсіз қолдарымен қарсылық танытуда. Баланың қарсыласын қорғауға шымын шаққанда әсерде жоқ. Ерсілі қарсылы сермелген қолдары тала бастады. Қарлығаш соңғы күші қалғанша арпалысуда. Тышқанмен ойнаған мысықтай жыртқыш ыңғайын тауып, жемтігінің майлы жеріне ауыз салып,
ет терісін тұтасымен жұлып алды. Қарлығаш есінен таңып қалды. Кенет әлде бір тылсым күш орнынан көтеріп алды. Көтерді де 7 қат аспанға алып ұшты. Ақша бұлттарының үстімен қалықтай ұшқан қарлығаш көзін ашалар емес. Ашпаса да көз алдынан балалық шағынан бергі өмірі тізбектеліп өтіп жатыр. Анасының жылы құшағында мейіріміне қанып өскен шағы сағымдана берді. Әкесі ауыр жұмыстан жарылып кеткен алақанымен басын сипап, қорғаушысы барын сездіретін сәттерде қол бұлғап алыстай берді. Әкешім, қайдасыз? Алдамшы дүниеде қорғаным едіңіз. Ер азаматтың үлгісі едіңіз. Сіздің азаматтығыңызды құрметтейтін басым жігіт атаулысы өзіңіздей көргенмен таяқ жеп келдім. Жаным ауырады, әке. Жарық дүниенің мен үшін құны қалмады. Күтіңіз, әке. Жаныңызға барамын. Мәңгілік мекеніңізде күтіңіз. Балам, сенің дәмің таусылған жоқ. Сен анаңа керексің. Көзіңді аш, есіңді жи. Менің қызым осындай бор кемітпеді. Батылдың қайда, намысың қайда? Тасболат пен Қадишаның қызы өзіне өзі қол жұмсап өліпті деген атқа қалдырма. Анаңды ойла. Оған қаншалықты ауыр болатынын түсінемісің? Аш көзіңді. Оның саған айтары бар. Қарлығаш құлағының түбінен ап-анық естілген әке үнінен оянып көзін ашты. Емханада жатыр екен. Жанында көзі ісіп кеткен анасы отыр. Қызының оянғанын көріп, Қадиша дәрігерлерді шақыруға жүгіріп кетті. Қарлығаш әке бейнесін бір көріп қалу ойымен палата үшін көзбен шарлап шықты. Ешкімді көре алмады. Сол түні Қадиша бұзаулауы керек сиырын бір бақылап қайту үшін қораға кірген. Кірген бойда есік жақтауына түскен ай жарығынан бірдеңенің салбырап тұрғанын байқады. Сіріңке тұтап қараған бойда қыздың салбырап асылғанын тұрғанын көріп, айғайлап жіберді. Қою түнді қақ жарған ана даусынан көршілерінің тайлы тұяғына дейін оянды. Көмекке жүгірген жеткенде Қадиша қызын аяғынан құшақтап көтеріп тұр екен. Ер адамдар жабылып жүріп Қарлығашты шешіп алды да, әлгінде ғана келген көрші Мараттың көлігімен арқалыққа тартты. Жедел жәрдем шақырғаннан гөрі осылай тезірек деді жиналғандар бір ауыздан. Машина бар жылдамдығымен жүйткіді. Жол бойында сұлық жатқан Қарлығаш ауруханаға жеткенде иесі кресілі жағысы әйтеуір сандырақтай бастады. Жанында отырған Қадиша Мараттан жауап алып әлек. Тәте, білмеймін. Қалада жолға шыққалы жатыр едім. Қарсы кездесті. Түнде неге жалғыз жүрсің деп сұрадым. Жауап бермеді. Ауылға барасыз ба деп көлікке отырды. Содан үйге жеткенше үн қатпады. Терезеден тысқа қаратты, отырды. Үйдің жанына дейін бармақ едім. Осы жер болады, кішкентайлар оянып кетер, өзім жетем деп түсіп қалды. Қолында ешқандай жүгі болмаған соң, әрі ауылда оған кім тисе қояр деп кете бердім. Ал оның әрі қарай үйге кіргенін не қораға барған білмеймін. Назгүл бүгін тағы телефон қоңырауынан оянды. Тағы да жеңгесі екен. Құрбысының жағдайын айтуға хабарласыпты. Қарлығашты кеше сабақтан кейін көрмеген Назгүл оның ауылға не үшін барғанын, неліктен өзіне қол жұмсамақ болған түсінбейді. Кеше ғана бақыттан басы айналып жүрген өмірге құштар қыздың бұндай қадамға баруына не себеп? Бір білсе, оны Ертай біледі. Тезірек онымен сөйлесу керек. Назгүл, сабақтан соң ауруханаға барыңдар. Қадиша тәте жалғыз кетті. Тым болмаса жанында болыңдар. Жарайды, жеңге. Оны айтпасаң да білеміз ғой. 1 минутта жоғалтқысы келмеген Назгүл тұтқаны қоя салды. Жылдам киініп Ертайдікіне тартты. Ертай сабаққа жиналып жатыр екен. Оңбаған. Қарлығашқа не істедің? Не дедің? Өзім айтамын дегенің осы ма? О бастан басын қатырмауың керек еді. Өліп қалса қайтер едің? Әлде саған бәрібір ме? Назгүл есіктен кіре айғайлап Ертайды ұрғылай бастады. Неге өліп қалса дейсің? Оған не болды? Не болған білмеймін. Қарлығаш ауруханада, түнде ауылдан әкеліп жатқызыпты. Ауылдан? Я, ауылдан. Сенмен кездесуге кеткен адам қалай ауылдан бірақ шыққан білмейсің бе? Назгүл, оны сосын айтайын. Жүрші, тез Қарлығашқа барайық. Екеуі ентігіп ауруханаға жетті. Назгүл өзі сонда жұмыс істейтін болғандықтан уақытқа қарамай ішке кірді. Анасы жанында болған соң Ертай шегіншектеп қалып қойған.
Қарлығаш бір нүктеге қадалған қалпында қимылсыз жатыр. Ара тұра кірпігі қозғалмағаны болмаса, түрінен тіршілік нышаны байқалмайды. Назгүл қолынан ұстап еді, қолын жібергісі келмей қатты қысып ұстап алды. Ешбір сұрағына жауап қатпайды. Анасының көзін ала бере, ыммен Ертайдың кеп тұрғанын жеткізді. Үнсіздік. Бұған дейін атын естігеннен ақ жайнан қағатын жанарынан ұшқын байқалмады. Қарлығаш Ертай деп беріп еді, кетсін, көргім келмейді деді тістеніп. Ертай бір апта бойы күн сайын ауруханаға есігін торылдады. Бірақ Қарлығаштың жүрегі жібімеді. Апта өткен соң Қарлығаш үйге шықты. Кешегі көңілді қыздың белгісі де қалмаған. Оның орнын жігері құм болып езілген, екі көзі ғана қалған мұңлық басқан. Қыздың қалауымен анасымен оны ауылға алып кетті. Құрбылары күнде жағдайын біліп тұрды. Ұстаздары бұған дейін оқу үлгерімін ескеріп, келесі курсқа өткізді. Жаздың жайма шуақ күні жанынан жылу сыйламаған Қарлығаш, күз түскенде жапырақпен бірге сарғайып қурап бара жатқандай күйде оқуына оралды. Әңгіменің жалғасы бар. Сіз осындай тағдырды қабылдар ма едіңіз? Пікірге жазып бөлісіңіз.